Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді болып шығатын венский вафлиларды жасаймыз. Видеоның описание бөліміне барлық құрамдарын жазып қалдырамын. Тіпті қыздар бұл рецептпен тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Алдымызда ораза келе жатыр, ауызашарға керемет дәмдердің бірі. Бізге алдымен 3 жұмыртқа керек. Жұмыртқаны бірден тоңазытқыштан алып жасай бересіздер. Жұмыртқадан кейін қантты қосамыз. Одан кейін жақсылатып миксердің көмегімен масса 2 есе ұлғайғанша барлығын осылай біркелкі етіп араластырамыз. Шамамен мен бір 5-6 минуттай шайқадым. Сол кезде біздің масса осылай әппақ үлпілдек болады. Сонымен қатар қыздар, қонақ дастарханға да жасасаңыздар болады. Дастарханның кәдімгідей сәнін ашады. Мінекей осылай барлығын енді араластырамыз. Массамызды араластырып болғаннан кейін осындай әппақ болады. Одан кейін кез келген пайыздағы сары майды қосамыз. Негізінде венский вафлилардың дәмі бірден бір сары майға байланысты. Сол себепті қымбат сары майды пайдалануға кеңес беремін. Президент, тағы да басқа сары майларды. Менде үйде закрома сары майы болды, соны пайдаландым. Негізінде 72%-дан жоғары майлылығы, яғни сары майды қолдануға кеңес беремін. Одан кейін қаймақ қосамыз. Қаймақ 20%-дан жоғары қаймақты қосамыз. 3 ас қасық. Венчиктің көмегімен барлығын осылай араластырамыз. Келесі кезекте ұнды саламыз. Ұнды мен алдын ала салып алдым. Қыздар, әр кезде ұнның құрамы әртүрлі. Әр қалаларда. Сол себепті 220-230 граммдай қосамыз. Жарты шай қасық қопсытқышты және де шамалы ванилинді қоссаңыздар болады. Менде қопсытқыш пен ванилин бірге болғандықтан мен бірден сондай құрамда пайдаландым. Одан кейін венчиктің көмегімен біздің массаның түйіршіктері кеткенше осылай бір бағытта араластырамыз. Сонымен қатар достар, YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Аптасына 3 рет каналымда жаңа рецепттер шығып тұрады. Қоңыраушаның белгісін бассаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Вафельницамызды енді қыздырып, әдемілетіп, вафлиларымызды пісіріп аламыз. Мен дастарханда жеуге ыңғайлы болу үшін бір ас қасықтан салдым. Ал егер де сіз венский вафлиларыңыз үлкен болғанын қаласаңыз, онда 1,5 ас қасықтан саласыз. Сол кезде кәдімгідей мороженое мен таңғы асқа ұсынуға болады. Қыздар, дәмі енді шынымен де керемет болып шығады. Вафельницаны сұрап жатқан жандарға менде вафельница Russell Hobbs-тікі, бұған дейін негізі Redmond-тікі болған, бірақ та бір 5-6 айдан кейін ол вафли пісірген кезде жабысып қалатын болды. Енді мінекей Russell Hobbs-ті пайдаланып жүрмін, өзіме өте қатты ұнайды. Одан кейін мінекей дайын болған енді венский вафлиларымызды әдемілетіп, әдемі ыдыстарға салып, дастарханға қойсаңыздар болады. Мен осындай сопақша тәріздес ағаш тәрелкелерге салып шықтым, таяқшаларға. Одан кейін құлпынаймен, балмұздақпен беруге болады. Негізі қонақ дастарханға құлпынаймен берсеңіз болады, ал егер де таңғы асқа беретін болсаңыз, балаларыңызға жасап, онда мороженымен ұсынуға кеңес беремін. Дәмі енді шынымен де керемет болып шығады. Одан кейін шоколадты ерітіп, осылай бетіне құясыздар. Бұл кезекте қыздар, шоколадты да, молочный шоколадты таңдауға кеңес беремін. Сол кезде вафлиларыңыздың дәмі одан да ерекше болып түсіп бастайды. Ал егер де Қазақстан шоколадын пайдалансаңыздар, ол шамалы ащылау біздің вафлиларымыздың дәмін сәл басқаша қылады. Жасап көріңіздер, рецепт ұнап жатса лайк басып каналыма тіркелеміз. Ас болсын.